Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен екі түрлі ашытқысыз дайындалатын шелпектер дайындайтын боламыз. Ең алдымен сары ашытқысыз шелпегімізді дайындайық. Бір ыдысқа жылы сүтімізді құямыз және жылы суымызды құямыз. Және де бөлме температурасында тұрған қаймағымызды салып, бір ас қасық тұз және бір ас қасық қант салып, осы қант пен тұз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала елеуіштен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Содан соң осы ұнның үстіне қамыр қопсытқышты, яғни разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеу барысында қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, тағы кішкене ұн себелеп жіберіп, жақсылап қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, тағы да бір илеп жібереміз де қамырымызды теңдей етіп 7 бөлікке бөлеміз. Бөлінген әрбір қамырымызды дөңгелек күлшелердің формасына келтіріп аламыз. Содан соң әрбір қамырымызды оқтаудың көмегімен кішкене ұн себелеп отырып, жұқалап жайып аламыз. Қамырдың барлығын жайып алғаннан соң барып, табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң пісіретін боламыз. Өйткені кішкене тұрған қамыр бізде өте жақсы көтерілетін болады. Сондықтан алдымен барлық қамырды бірдей етіп жайып дайындап алыңыздар шелпектерімізді, яғни. Табаға май құйып, май қызғаннан соң шелпектерімізді салып, бір-бірден екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Оттың асты ең қатты отта тұруы тиіс. Айналдыра отырып, екі шетінен жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Бұл шелпектер құрамына ашытқы қосылмаса да өте керемет болып көтеріліп, өте жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті менің көрермендерім, егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңыраушық белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан әрбір видеоны бірінші болып қарайтын боласыз. Барлық шелпектерімізді осы қалыппен пісіріп дайындап аламыз. Бұл шелпектердің құрамына ашытқы қосылмағандықтан дәмі ерекше дәмді, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіз бұл шелпекті пісіріп көргеннен соң ашытқымен шелпек пісіруді ұмытатын боласыздар. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі уақыттарыңызды да үнемдейтін болады. Ендеше ақ шелпектерімізді жасап бастайық. Алдымен бізге ыстық қайнап тұрған су керек болады. Осы қайнап тұрған ыстық судың үстіне бір шай қасық тұз саламыз және 2 ас қасық сұйық май қосып жақсылап араластырамыз да, алдын ала елеуіштен өткізіп алған ұнымыздың үстіне осы суды құйып араластыратын боламыз. Араластыру барысында абайлаңыздар, су ыстық болғандықтан қолдарыңыз күйіп қалмасын. Жақсылап қамырды илеп, қамырымызды жарты сағатқа тынықтырып қоятын боламыз. Арада 30 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды тағы бір жақсылап илеп жібереміз де теңдей етіп 7 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Әрбір бөлінген қамырларымызды дөңгелек күлшелердің формасына келтіріп дайындап аламыз. Дайын болған күлшелерімізді оқтаудың көмегімен кішкене ұн себелеп отырып, жұқалап жаятын боламыз. Бұл шелпектің қамыры алдыңғы шелпектерге қарағанда жұқа етіп жаятын боламыз, яғни лаваш тәрізді етіп жұқалап жайып алыңыздар. Бұл шелпектердің ерекшелігі де осында, өте жұқа және өзі аппақ болып, ерекшеленіп, дәмі ерекше болып шығатын болады. Табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң шелпектерімізді бір-бірден салып, әр бетін бір 25 секундтан ғана кішкене сарғыш реңге ене бастағаннан келесі бетіне аударатын боламыз. Бетінде осылай шариктері
осындай көбіріктері шыққаннан соң келесі бетіне аударатын боламыз. Бұл шелпектерді қатты қызартып сарғайтып пісірудің қажеті жоқ, өйткені қызарып қатты сарайып кетсе бұл шелпектеріміз қатып қалады. Сондықтан да кішкене осылай ақшыл болып енді сарғая бастағаннан келесі бетіне аударып майдан ала берсеңіздер болады. Мінекей достар, осымен біздің аппақ, жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шығатын шелпектеріміз дайын. Бұл шелпектер шын мәнінде өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамына ешқандай ашытқы қосылмаса да осындай өте әдемі дәмді шелпектерді жасауға болады. Назар қойып рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сізбен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.